Сәлем баршаңызға After Effects сүйер қауым. Ең бірінші After Effects бағдарламасының интерфейсімен танысудан бастайық. Қосымшалар терезесі. Яғни бұл жерді қарапайым тілмен айтқанда меню десек те болады. Бұл жер арқылы біз файлдарды аша аламыз. Оларға түрлі эффекттер қолданамыз. Слойлармен жұмыс істей аламыз. Түрлі мүмкіндіктер бар. Терезелерді өзгертіп, терезелерді қосып өшіру мүмкіндіктері бар. Екінші терезе бұл құралдар терезесі. Құралдар терезесінде After Effects бағдарламаның стандартты құралдары көрсетілген. Олар туралы біз болашақта тоқтала кетеміз. Проект жасау барысында, файлдар жасау барысында. Үшінші бұл Project тақтасы. Бұл жерде біздің түрлі суреттерді, видеоларды және аудиоматериалдарды осы жерге импорттап аламыз, яғни осы жерге қоямыз. Бұл жерде онымен қоса композициялар және папкілер барлығы осы жерде орналасатын болады. Бағдарламаның дәл ортасында орналасқан бұл Composition тақтасы. Мұнда сіз жасап жатқан жұмысыңыздың нәтижесін көре аласыз. Ең соңғы таныстыра кететін бөлік бұл таймлайн дейді. Бұл дәл осы панельде жұмыстың көп бөлігі атқарылады. Біз интерфейсті өзіміздің ыңғайымызға қарай түрлендіріп, қажетті деген терезелерді қосып, қажетсізін жаба аламыз. Тақталарды біз алып бөлек шығарып алып, қалаған жерімізге қойып, өзімізге ыңғайлы түрде жұмыс істеуімізге болады. Яғни бұл тақталарды бөлікте алуға болады. Бөлікті кез келген жерге қойып, бүйтіп жұмыс жасай беруімізге мүмкіндік бар. Тағы бір айта кететін, қосып кететіндей, біз көріп тұрғанымыздай тақталарды, яғни терезелерді өлшемдерін өзгерте аламыз. Төбеге жоғары көтеріп, ені бойынша, ұзындығы бойынша өзгертіп, барлығы өзімізге ыңғайлы жұмыс аймағын жасау үшін барлық мүмкіндік бар. Интерфейс бойынша қысқаша мағлұмат осымен тамам. Назарларыңызға рахмет.